Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге осындай самса жасап көрсетемін. Бізге қажет заттар: жылы су, тұз және де ұн. Жылы суымызды құямыз. Оның үстіне 1 шай қасық тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Ұнымызды қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды 20 минуттай ысыдым. Иі қанды. Енді осы қамырымызды осы ыдысқа салып, қақпағын жауып, 20 минуттай бөлме температурасына қойып қоямын. Ал енді салмамызды дайындаймыз. Тартылған етке ұсақтап туралған пиязымызды саламыз. Одан кейін ұсақтап туралған картопты саламыз. Бәрін шикідей саламыз. Уайымдамаңыздар, барлығы толықтай піседі. Одан кейін дәміне қарай тұз бен бұрыш саламыз. Жақсылап араластырамыз. Бұл жерде картоп салу міндетті емес. Біздің салмамыз дайын. Енді жаңағы қамырымызды аламыз да, жұқа қылып қамырымызды жаямыз. Қамырымызды жұқалау қылып жайып алған соң, сары майымызды ертіп, ыстықтай жақпаймыз, суытып алып, осылай жағып шығамыз. Майды жағып болған соң, осылай қамырдың шетінен алып, орап бастаймыз. Міне осындай рулет пайда болады. Енді осы рулетті араларын осындай ашық қылып, бөліп бастаймыз. Негізі осы рулетімізді бөлу сіздің жасайтын самсаңыздың көлеміне байланысты. Егерде сіз кішкентай самса жасайтын болсаңыз, онда кішірек қылып бөлесіз. Мен орташа қылып жасаймын. Сол себептен осылай қылып бөліп жатырмын. Тәрелкемізге кішкене ұн сеуіп қоямыз, жабыс қалмау үшін. Енді қамырымызды осылай басамыз. Әр қайсысын осылай басып шығамыз. Барлығын осылай істеп шығамыз да, тәрелкемізге қойып қоямыз.
Міне біздің қамырымыз дайын. Енді осыны салафанға салып, 30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Кішкене ортасындағы майы қатуы керек. Міне 30 минут тұрды біздің қамырымыз. Енді салафаннан аламыз. Бір-бірден алып, қамырымызды жаямыз. Ортасына салмасын салып, самсамызды жасаймыз. Қамырды өте жұқа қылмаңыздар. Орташа қылсаңыздар жеткілікті. Дөңгелек қылып жаямыз. Ортасына салмасын саламыз. Қасықтап, осылай. Енді формасын жасаймыз. Осылай екі жағынан алып, жабыстырамыз да. Сосын астынан тесіктерін бәрін жауып шығамыз. Жабыстырып. Сосын үстіңгі жағын. Сонда бізде 3 бұрыш болады. Осындай 3 бұрышты самса болып шықты. Енді осыны төңкереміз де, төңкеріп, противеньге жинаймыз. Самсалардың барлығын осылай орап шықтым. Ал енді біз бір жұмыртқаны аламыз да, жақсылап араластырып, осы самсалардың үстіне жағып шығамыз. Сонда қызарып, әдемі болып пісетін болады. Содан соң самсаларымызды пеште 180 градуста шамамен 30-40 минуттай пісіретін боламыз. Біздің самсаларымыз дайын болды. Осындай аралары ашық-ашық, қатпарлы болып пісті. Өте керемет. Дайындап көріңіздер. Сіздермен болған Айнұр. Қош сау болыңыздар.